Қыздар, осындай әдемі пельмендер жасайтын боламыз. Бұл пельменнің ерекшелігі қарапайым пельменге қарағанда бұл заварной пельмен, яғни ыстық суда жасалады. Әдемі болып сақталады, сорпаға салғанда да ісіп кетпейді қыздар. Ол үшін бізге алдымен ұн керек болады. Төменге мөлшерлердің барлығын жазып кетемін рецептін. Ұнымызды таразда мына жерде өлшеп салып алып жатырмын. Ұндарыңызға байланысты плюс-минус кішкене грамм разница болуы мүмкін қыздар. Өздеріңіз илеу барысында қарайсыздар. Мен мына жерде 500 грамм алып жатырмын. Мінекей. Ұнымызды алып аламыз. Және де бізге алда бір жұмыртқа керек болады, тұз керек болады. Сол өлшеп алған ұнымызға жұмыртқамызды саламыз. Және де тұз керек болады. Тұзымызды салып, жақсылап осы тұз жұмыртқа ұнды араластырамыз. Қасықтың көмегімен жақсылап жұмыртқадан ұнды араластырып аламыз қыздар. Және де бізге қайнап тұрған ыстық су керек болады. Жақсылап жұмыртқаны араластырып болған кейін қайнаған суымызды аздап құйып осылай араластырып отырамыз қыздар. Пока осылайна қасықпен араластырыңыздар, өйткені ыстық болады. Кішкене ұнға араласып болғаннан кейін уже қолмен араластырсаңыздар болады қыздар. Мінекей ыстық суды құя отырып қамыр илейтін боламыз қыздар. Бұның ерекшелігі де осыда. Қарапайым пельменде кәдімгі жылы су, салқын сумен жасай берсеңіздер, бұл жерде осындай қайнап тұрған ыстық сумен жасаймыз қыздар. Өте әдемі жұмсақ болып шығады қыздар. Мінекей қамыр шықты. Осылайынан әдемілеп қамыр илейміз суала. Қамыр әлі де жылы болып тұр мына жерде. Мінекей осындай әдемі суаламыз дайын болды. Енді 15 минутке демалдыруға қалдырамыз қыздар. Қамырымызды жайып, біркелкі етіп әдемілеп жайып аламыз қыздар. Қамырымыз қатты жұқа болып кетпесін. Қатты қалың да болмасын. Менде осындай 5-5 өлшемдегі дөңгелек кесетін форма бар. Осынаймен кессеңіздер болады, болмаса басқа формаларыңыз болса сонымен деген сияқты. Ең идеальный размер сол 5-5 болса да жарайды. Немесе бұндай форма жоқ болса, кәдімгі 4 бұрыш етіп кесіп түйе беріңіздер. Қамыр менде 5 грамм қамырдың өзі, және де салмасы да шамамен 5 грамм болады. Сонда бір пельменім 10 грамм болады. Біреулер майда пельмен жақсы көреді, оларға кішкене майдалау етіп түйсеңіздер болады. Мінекей ішіне салмасын саламыз да, осы түйу жолын сіздерге көрсетіп жатырмын. Пельмен түйудің де бірнеше жолы бар. Салмасын салып, қайтарып осылайынан шетін қысып шығамыз қыздар. Және де бүгіп, артын тартып бір-біріне біріктіріп қоямыз. Ең оңай түйу жолы қыздар. Ең оңай болса да көп қыздар үйретіңізші, қалай түйесіз деп сұрап жатады. Қиын емес, мына жерде мен қайта-қайта көрсетіп жатырмын сіздерге. Бірден қолдарыңыздан келмей жатса, видеоны қайталап көріңіздер осы жерлерін. Мінекей осылайдан қамырымыз өте жұмсақ әдемі. Қыздар, бастапқыда пельменді тез түйе алмасаңыздар, төменде кесілген қамырлар тұр ғой, оларды пакетке салып қойыңыздар, немесе үстін жауып қойыңыздар. Мен тез түйем, сол үшін менің қамырларым ашық тұр, кеуіп үлгермейді. Бұл пельменді түйіп жатқан кезде есік терезелеріңіз жауық тұрсын. Сквозняк болып қамырларыңыз кеуіп қалмасын, жабыспай қалады. Мінекей қыздар, әп-сәтте осылай пельменнің барлығын түйіп тастадым. Енді осыны морозильникке қоямыз. Бір күн тұрса тіпті жақсы қыздар. Түнде түйсеңіздер, таңертең алсаңыздар вообще классно. Мына жерде сақырлап тұр прям пельмендер. Листқа да жабыспаған, бір-біріне де жабыспаған, осылайынан әдемі болып шығады қыздар. Мінекей. Салмасы сол фарш, пияз, тұз, қара бұрыш сала бересіздер. Мінекей осылайынан түйіп алдық. Заварной пельмендеріміз дайын болды. Кеп морозильникте қатырып та алдық. Мен осындай пакеттерге салам қыздар. Негізі бұл 1 килограммдық пакет, мен 500 граммнан саламын. Продажаға шығарсаңыздар, осындай әдем пакетпен шығарсаңыздар болады, немесе қарапайым пакетпен шығарсаңыздар да болады. Осындай Галина Бланканың біреуін салып жүремін, қара түйіршік бұрыштардан кішкене салып жүремін, және де лавровый листтің 1-2 жапырағын салып жүремін қыздар. Продажаға шығарсаңыздар, осылай шығарсаңыздар болады. Егер мынандай пакет қымбат болып кетеді десеңіздер, қарапайым пакетке салсаңыздар да болады.
бұл пакетті Wildberries'тен Каспийден тапсырыс беріп алсаңыздар болады. Мінекей қыздар, өте әдемі. Жасап көріңіздер, ас болсын.